Так, Hyundai Santa Fe. Мынаны алып тұрып, сәл әрісіңерді беріп қойсаңыздар болады екен туғандар. Обмен жақтар бар екен. Обмен таксиге дейді. Такси қылғаны келгем дейді жамат туғандар. Не дейсіздер? 2008 2.2 дизель. Единственный косяк мынау шу порогта екен туғандар. Болды екен. Кузовта башқа мәселе жоқ екен. 2008 2.2 дизель туғандар. Бағаны 680 мыңға қойылды. Егерде қымбатырақ машина болса да дейді, сәл әрісі Rio 2020 19 21-да плюс-минус доплатасы менен сүйлөшүү жолдор болот экен тугандар. Мынакей, эмне дейсиздер? 2008 2.2 дизель кыргыз номерде Hyundai Santa Fe билесиздер, а? Өтө сонун машиналардын бири, передний привод, бааны 680 миң деп бааны кой бердик тугандар. Мынакей. Эми мен силерге жакшы кылып көрсөтүп берейин. Единственный косяк ушул жерде экен, мына порогто экен. Көрсөңүздөр болот. Машина чоң аябай тугандар. Камера кандай көрсөтөт билбедим. Шиналар мындай средний абалда, цвет белый. Цвет белый. Задний вид камера бұл жерде бар, если что. Задний вид камера бар бұл жерде туғандар, если что. Мына көрсеңіздер болады. Бағаны бұйырса, бағаны жамат 680 миң деп қойдық. Түші береткен. Шытырға болса, келсе түші берем дейді. Охо, мынакей Қырғызстанға алып кетіп қалсаңыздар болады как раз. Высокий, бик машина туғандар білесіздер, а? Соны машина кені. Кондер іштейбі? Іштейді дейді. Как положено, кондиционер іштейді дейді жамат. Мына. Bir внимание берілі. Мультируль бар екен, круиз контроль бар екен, 260 миң пробег екен, лобовой целый, большой монитор, климат, подогрев сиденьялардан бері бар екен. Светлый салон екен туғандар. Мына. Не дейсіздер? 680 миңге қандай де болды бағасы? 680 миң торг бар жамат. Обмен дағы бар. Чала өресіздер достар.